Міне ардақты ағайын, мен 2025 жылдың 2 сәуіріндегі депутаттық сауалымды қайтадан қарап отырмын. Өйткені аудан әкімдерімен кездескен сайын олардың айтатын проблемасы бар еді. Яки ауыл аудан әкімдерін сайладық, бірақ қолымызда құзырет жоқ, яки қаражат жоқ. Ал ауыл мен ауданда қандай да бір төтенше жағдай мәселе туындаса, халық бізге келеді. Бізді қылқындырады шынын айтқанда, бірақ бізді сайлауға мүмкіндік бергенмен мемлекет құзырет бермеді деп. Бұл рас. Оның ішінде ең өзекті мәселе бұл 2021 жылдың 1 қаңтарында білім саласының бюджетін ауданнан облысқа алып кету туралы шешім еді. Бұл шешімнің дұрыс еместігін, бұл ауыл ауданда проблемалар керісінше көбейтіп жатқан туралы мен депутаттық сауал жолдадым және арнайы хатта дайындаған едім. Мінекей менің алдымда тұр. Мысалы, ауылдағы мектепте жылу саласынан бір проблема болды, немесе мектептің шатыры ұшып кетті дейді. Бұрын оны ауыл әкімдігі ауданға айтады, аудан қаражат бөліп жасай алатын еді. Бірақ мінекей 21 жылдан бері бұл мәселе облысқа кетіп қалды. Яки ауыл әкімдігі ауданға айтады, аудан облысқа айтады, облыста бюджет комиссия қарайды, мердігер іздейді. Сөйтіп жүргенде әлгі ауылдағы мектеп қақаған, қыста болсын, жазда болсын, ыстық, жаңбырлы көктемде болсын, жарты жыл кемінде шатырсыз қалады, жылусыз, сусыз қалатын. Ал оны жедел шешудің жалғыз жолы бар, ол бюджетті облыстан ауданға қайтару еді, білім саласының. Осы мен талапты қойған кезде үкімет айтты, біз онда қайтадан пилоттық жоба жасайық, сіздердің айтып отқандарыңыз шындыққа сәйкес келе ме, жоқ әлде мына бұрын үкіметте қабылданып кеткен шешім дұрыс па, зерттейік деді. Қосымша әріптестерім де осы мен көтерген мәселеге қосылды, бірге көтердік, бірге күрестік, мінекей нәтиже келді. Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары, ұлттық экономика министрі Серік Мақашұлы Жұманғариннен келіп жеткен мінекей бізге хат кеше ғана қолымызға тиді. Бұл жерде не деп тұр? Бұл да біздің жеңісіміз. Яки былай делінеді. Білім саласының бюджетін облыстан ауданға қайтару мәселесі бұл аудан әкімдерінің шынайы құзыретін көбейтеді және қаржылық тұрақтылығын көбейтеді. Нәтижесінде біздер талап еткен депутаттар білім саласының бюджетін облыстан ауданға қайтару мәселесі қолдау тапты, үкіметте міне поддерживается деп тұр. Міне біздің ең басты күресіміз, өйткені ауыл әкімдерінде талап еткен мәселесін біз үкіметке жеткіздік, парламент мінберді мінекей деп сауал арқылы мінекей орындалды. Және бұл жерде мінекей қайтарылатын бюджет білім саласы толыққанды қайтарылады. Яки міне мектепке дейінгі тәрбие, мектепке дейінгі білім берудің барлық бюджет қайтарылады, және бастауыш және негізгі орта және жалпы орта білім беру саласының да барлық бюджеті облыстық деңгейден ауданға қайтатын болды. Бұл ең басты жеңісіміз. Біздің талабымыз қолдау тапты, біздің талабымызды үкімет қолдады, біздің талабымыздың шындыққа сәйкес келетіні тағы бір мәрте дәлелденді. Мінекей аталған барлық құзыреттің барлығы қазір мәжілісте жатқан мемлекет басқару және заң жобасының ішінде қарастырылатын болды. Мемлекет басқару, өзді-өзі басқару заң жобасы. Бұл да Аманат партиясының бастамасымен жазылған заң жобасы еді. Бұл заң жобасы да үкіметте тұрып қалды. Тезірек қайтарыңыздар, тезірек мәжіліске беріңіздер, біз жұмыстанайық деп мен мамыр айында қателеспесем депутаттық сауал жолдаған едік. Мұны да жұмыс қалдық. Мінекей бұл заңды біз тездетіп қазір жүргізіп жатырмыз. Соның ішінде бұйырса білім саласының бюджеті облыстан ауданға қайтатын болды. Бұл да өте үлкен қуаныш деп білем біз үшін, және елдің, халықтың, жергілікті атқамінерлердің де талабының орындалған деп білем. Бірақ бұл бірінші орында, бірінші кезекте балалардың, ұстаздардың мынау қираған ғимарат ішінде қалмау үшін, олардың білім алуына, білім беруіне қандай да бір кедергі туындаса, соны жедел шешуге мүмкіндік беретін өзгеріс бұйырса, мінекей осындай талаптарымыз орындала берсін. Бірге болайық ағайын.